Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Жаз айында шек қарынды көп аршимыз. Сол шек қарынды 5 минутта иіссіз тазалау әдісімен сіздермен бөлісетін боламын. Алдымен шек қарынды бөлшектеп тазалап аламыз. Енді осы қарынның бүрін кетіру үшін қайнап тұрған ыстық суды қолдандым. Пышақтың көмегімен бір жағын ұстап тұру арқылы тез тазалап алуға болады. Немесе қолдың көмегімен де тез кетеді. Ыстық суда көп ұстап қойсаңыздар, бүрі қатып тазаланбай қалуы әбден мүмкін. Сол себепті бастаған соң тезірек тазалауға тырысыңыздар. Осылай ыстық суда тазаласаңыздар, барлық витаминдер сақталады. Сіздер қандай әдіс қолданасыздар? Қарынды әкпен де тұзбен де тазалап жатады. Комментарий бөлімінде өз әдістеріңізбен бөлісе кетсеңіздер. Достар, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жаңадан шыққан видеомды көре аласыздар. Осы видеоны достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісе кетсеңіздер, яғни Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp тағы басқа желілерде. Сіздердің лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Қарнымыз тез арада әппақ боп тазаланып шықты. Енді қалған суымыздың үстіне тағы да суды қосып, кішкентай қарынды тазалауға кірісетін боламын. Суым қайнағанша шектерді өріп аламын. Бұл шектерге бірнеше қайтара су құйылып, тазартылып аударылды. Енді осылайша өріп суға салып қоямыз. Енді таза суымызға лимон шырынын қосамыз. Шамамен 2 ас қасық шамасында. Сол кезде артық жағымсыз иістер болмайды және шектер піскен кезде ерекше дәмді болып піседі. Суымыз қайнады. Енді үлкен қарынды тазалағандай етіп, кішкентай қарынды да сол әдіспен тазалап шығамыз. Бес минутта біздің қарындарымыз әппақ боп тазаланды. Үстінен таза су құйып, тағы да 2 ас қасық лимон шырынын құямыз да жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің қарындарымызда иіс болмайды және піскен кезде ерекше дәмді болып шығады. Сіздермен болған Нұржамал. Келесі видеода кездескенше.